Біз әрбір заттың белгілі бір нәрсеге арналуына үйреніп қалғанбыз. Алайда, олардың көпшілігі бастапқыда мүлдем басқа түрге ие болған және тіпті басқа мақсаттарда пайдаланылды. Біз бүгін ғылымда мүлдем басқа мақсатта ойлап табылып, кейіннен тұрмыста өзіне қолайлы қолдану үлгісін тауып кеткен 9 қарапайым зат туралы әңгімелейтін боламыз. Кока-кола. Фармацевт, ақш азаматтық соғысының ардагері Джон Пембертон кола тропиктік ағашының жаңғары мен коки атты бұтаның жапырағынан тұнба жасап шығарды. Ол мұны әскерилердің жарақаттану кезінде ауырған басатын препараттармен бірге жүйке жүйесі ауруын емдеуге арнап жасады. Кейінірек ол алкогольсіз сусын шығаруды қолға алды, бірақ артынша акцияларды сатып жіберді. Ал оның жаңа иесі коки жапырағынан кокаинді тазарту арқылы Кока-кола өндірісін шығаруды бастап кетті. Қара көйлек. Өткен ғасырдың 20 жылдарына дейін әйелдер мен ерлер әдетте қара түсті киімді қазалы жағдайды білдіру мақсатында, сондай-ақ оны кем дегенде 2 жыл киетін болған. Соған қарамастан 1926 жылы әйгілі Коко Шанель сүйіктісін еске алу құрметіне Шанельден Форд атты әйгілі қара көйлегін таныстырды. Алдымен оған кино жұлдыздарының назары ауса, ал кейінірек бұл сән үлгісі жаһанға танылды. Караоке. Жапондық Дейсуке Йонуа рок тобының барабаншысы кафе қонақтарына арналған кезекті орындаулардың арасында үзілісте ән айтқысы келетіндерді музыкалық аспаппен сүйемелдеп тұрды. Күндердің күні ол келе алмай қалғандықтан өзінің орындауындағы дыбыстық жазбалы кассетаны әріптестеріне табыстады. Ал 1971 жылы ол өлең сөздері айтылмай, тек музыка ойнап тұратын аппарат ойлап тапты. Музыканттар демалып, ал қонақтар болса қуана-қуана ән салды. Жүгіретін жол. Жүгіретін жол прототипін 1817 жылы Вильям Кюбит түрмедегі тұтқындарды түзету үшін және сонымен бірге дән түйіршігін диірменмен уату үшін мақсатында ойлап тапты. Олар таяқшаны ұстап тұрып, қалақшамен жүру арқылы аяқты көтеру қажет еді. Белгілеп жазуға арналған жабысқақ қағаз. Спенсер Сильвер берік ұстап тұратын желім ойлап тапты. Бірақ желім мықты болмай, заттар болар-болмас қана жабысты. Бұл желімді Спенсердің әріптесі Артур Фрай өзінің үнемі кітапшасынан түсіп қала беретін бетпердеге пайдаланып көрді. Уақыт өте келе дүкендерде қазіргі таңда бүкіл әлемде қолданылатын белгілеп жазуға арналған жабысқақ қағаз пайда болды. Биік өкшелі аяқ киім. Ежелгі Египетте биік өкшелі аяқ киім кию тектіліктің символы ретінде танылды. Оны, яғни тіреушті аяқ киімді діни әдет-ғұрыптарда киді. Ондай аяқ киімді ерлер де, әйелдер де киген. Сонымен қатар өкшесі бар аяқ киімді қасапшылар да киген. Ал парсы шабандоздарында өкшелі аяқ киімді садақ ату кезінде орнықтылықты сақтауда өз септігін тигізген. Орта ғасырдағы Еуропада биік өкшелі аяқ киім ақсүйектердің биік дәрежеге ие екендігін көрсетті. Бірақ уақыт өте келе бұл аяқ киім түрі кеңінен танылды. Ал 20 ғасырларда әйгілі тік өкшелі аяқ киімдер жасап шығарылды. Түйіршікті қаптама. Көпшілікке танымал бөртпелі жұқа қаптаманы 1957 жылы инженерлер Альфред Филдинг пен Марк Чаван ойлап тапты. Бастапқыда олар 3 өлшемді жұмсақ түсқағаз обой жасап шығарды. Әйтсе де нәтижесі сәтсіз болды да, сөйтіп олар орағыш ретінде пайдалануға болатын жаңа материал жасап шығарды. Көп ұзамай патенттелген бап-бейрап көптеген салаларда таптырмас құралға айналды. Вазелин. 19 ғасырдың ортасында мұнай индустриясының қызметкерлері сорғыш құбырларда жинақталып қалатын балауыз заттармен күресіп келді. Ағылшын химигі Роберт Чезбро мұнай таңбасының бір бөлігін алып зерттеу жүргізді. Ал нәтижесінде оның пайдалы қасиеттерге ие екендігін анықтады. Оны қолданудың спектрі сол жылдары ерекше кеңінен таралды. Жараны емдеуден бастап кілем тазалауға дейін қолданылды. Шай қалташасы. Томас Салливан 1904 жылы Нью-Йоркте шай сатып жүріп, оны неғұрлым тиімдірек етіп, жібек қалташамен сатуға бел буды.
Ал сатып алушылар мұны өздерінше ноу-хау, жаңа өндіріс құпиясы деп қабылдады. Олар шайды қалташадан алып сепкен жоқ, бірақ оны қателесіп қайнаған суға қалтасымен бірден салып қойды. Нәтижесінде сауда қарқыны шарықтап, жаңа идея жүзеге асты. Бүгінге осы. Егер видеомыз сізге қызықты болған болса, лайк басып пікір қалдырамыз. Каналға жазылып, алдыңғы видеоларымызды көре кетіңіздер.